Ең оңай жасалатын пирогтардың бірі ол қаймақты сметанник пирогы. Өте оңай жасалады және де бір жасағаннан шығады. Қонақтарыңызға жасасаңыз да өте керемет пирогтардың бірі. Ал ендеше видеоны соңына дейін қараймыз. Осы жұмсақ нәзік пирогымызды бірге жасаймыз. Неге сіздерге кесіп көрсетемін. Жұмсақ, осылай нәзік болып шығады. Ал ендеше бастаймыз. Мен бұл жерде бірден 2 пирогты жасадым. Алдымен 2 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Және де қантымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген оңай пайдалы рецепттерді таба аласыздар. Неге осылай араластырып аламыз. Және де ерітіп алған сары майымызды қосамыз. Араластырамыз. Және де 2 ас қасықпенен қаймақ қосамыз. Массамызды толықтай араластырамыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал енді ұнымызды саламыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқышын қосамыз. Қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Онда аз-аздан салып отырсаңыздар, корждары жұмсақ болып шығады. Қолымызбен осылай ұнымызды аз-аздан салып отыра, жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Неге бізде осылай жұмсақ болып шықты, кішкене тындыруға қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. 20% қаймағымызды ыдысымызға салып аламыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ал енді қантымызды саламыз. 4 дана жұмыртқамызды саламыз. Bir шай қасық кукурузды крахмалын қосамыз. Осы массамызды венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша әбден араластырып аламыз. Түйіршіктерін қалдырмай, осылай жақсылап араластырамыз. Осындай формаға жасайтын боламыз. Дайындап алған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай бір илеп жібереміз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Шет-шеттерін осылай қолымызбен тегістеп аламыз. Оқтауымызбен үстінен осылай бір жүргізіп жібереміз, бір тегіс болып шығады. Және де міндетті түрде осылай шанышқының көмегімен барлық жерін тесіп шығамыз. Массамызды араластырып жіберіп, жарты бөлігін саламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.